Алтын Орда тарихы 17 минутта. Алтын Орда немесе Жошы ұлысы деп 1224 жылы Шыңғыс хан өзінің үлкен ұлы Жошыға енші қылып бөліп берген Моңғол империясының батыс бөлігіндегі аймақты Хорезм, Түркістан, Дешті Қыпшақтың шығыс бөлігін айтамыз. Ал Жошының ұлы Батухан ұлыстың жерін кеңейтіп, Еділ маңын, Киев, Владимирмен бірге Русьті және Владимир облысының шетіндегі әлі ешкімге белгісіз әрі кішкентай қамалды Мәскеуді жаулап алады. Оған қоса Кавказ, Қырым және Қара теңіздің Дунайға дейінгі солтүстік жағалауын жаулап алған. Шығыста Жошы билігі оңтүстік Сібірге дейін жайлаған. Бұл орта ғасырлық Еуропадағы ең үлкен мемлекет саналатын еді. Қазақ хандығының барлық ханы Жошы тұқымынан тарайды. Шыңғыс ханның үлкен ұлы жөнінде білетініміз аз. Тек оның 12 ғасырдың 80-ші жылдары дүниеге келгенін, бастапқыда әкесінің сүйікті перзенті болғанын, ханның басты мұрагері саналғанын және оған туған бауыры Шағатайдың қырын қарағанын білеміз. Шағатай тіпті Жошының тегіне қатысты, оның анасы Бөрте меркіттердің тұтқынында болып келгеннен кейін туғандықтан, Бөрте сол жерде аяғы ауыр болып келіп тымыс деген қауесет таратады. Бірде Шыңғыс ханның көз алдында дауласқан бауырлар төбелесуге дейін барған. Ашуға берілген екеуін айналадағы жұрт ажыратып үлгерген. Дегенмен Шығыс хан империясының мұрагері ретінде өзге ұлын таңдап, Жошыға қазіргі Қазақстан аумағын енші етіп береді. Сонда да Жошының бұл шешімге көңілі толған сияқты. Өйткені парсы тарихшысы өз жазбаларында Жошы Қыпшақ даласының ауасын жұтып, суын ұрттап көрген соң, төрткүл дүниеде бұдан асқан жер, бұдан таза ауа, бұдан тәтті су, бұдан жақсы шабындық пен жайылым жоқ деп шешті деп жазған. Осман Жужжани 13 ғасыр. Бұл мемлекетті ресми түрде Жошы ұлысы деп атады. Батыста бірнеше түркі тайпаларының атауына сәйкес Татария деген аты да кең таралған. Тіпті Татарияны көбінесе Тартария деген. Тартар ежелгі грек тозағының атауы. Моңғол жауынгерлері оларға сайтан секілді көрінген болуы керек. Бірақ тарихта бертін келе пайда болған. 16 ғасырдағы орыс жазбаларында ойлап табылған Алтын Орда атауы қалды. Шынында бұл үлкен бренд үшін таптырмас атау. Алтын әр кезде де алтын болып қалады. Ал Орда сөзі түркі тілдерінде ру тайпа мен оның көшбасшысының орныққан мекені, тұрағы дегенді білдіреді. Және барлық тілде бірдей түсінікті. Алтын Орда атауы 14 ғасырда пайда болған болуы мүмкін. Өзбек ханның тұрағын өз көзімен көрген атақты араб саяхатшысы Ибн Баттут оның шатырының төбесі айрықша көмкерілген, алтын түстес болғанын тамсана сипаттаған. Ханның үйі алтын жалатылған, оның қақ ортасында күміспен күптелген, алтынмен апталған тақ тұр. Тақтың аяғы таза күмістен жасалған, ал арқа жағы қымбат тастармен безендірілген. Алтын Жошы ұрпағына байланысты айтылатын жалғыз түс емес. Моңғолдардың әскери дәстүрі бойынша Жошы ұлысы Ақ Орда және Көк Орда деп оң және сол қанатқа бөлінген. Әдетте Ақ Орда деп Жошы ұлысының сол жақтағы шығыс қанатын айтады. Тарихшылар қай қанатта Ақ Орда және Көк Орда деп аталғанына қатысты әліге дейін дауласып келеді. Екі қанаттың шекарасы Жайық өзенінің бойымен өткен. Осылайша Ақ Орда қазіргі Қазақстан аумағының көп бөлігін қамтыған. Оның астанасы әуелі Балқаш көлінде, кейін Сырдариядағы Сығанақ болған. Осының негізінде Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясын Ақ Орда деп атауға түрткі болды. Жошы ұлысы астанасы Қарақорымның алып Моңғол империясының бір бөлігі ғана болған. Ұшақ, пойыз бен автокөліктер былай тұрсын. Ешқандай да телефон немесе пошта жоқ заманда мұнда империяны басқару қиынға соққаны анық. 13 ғасырда ұлыстың шығысынан батысына жету үшін 2-ден 5 айға дейінгі уақыт кеткен. Саяхатшылардың айтуынша, олар осы жолда бірде-бір қаланы немесе қандай да бір ғимараттың ізін де көрмеген. Ас, су табу қиынға соққан. Қар басып, жел ұйтқып соққан күндері саяхатшылар көптеген әуре сарсаңға түскен. Әлбетте Моңғолдар империясының ең осал тұсы жердің алыс аралықтан туатынын жақсы түсінген. Сондықтан олар о бастан әр 30-50 шақырым сайын Қытайдан Анадолыға дейінгі аралықты қамтитын пошта станциялар жүйесін құрды. Шабарман мен аттарды ұдай алмастырып отыру арқылы моңғолдар бір күнде 500 шақырым қашықтыққа хабар жеткізе алатын. Дегенмен басқармадағы айына оңдап шығатын әр түрлі мәселе бойынша күніне 500 шақырым жол жүріп өту қиынға соғатын еді. Бастапқыда Шыңғыс ханның ұрпағы ұлы империя ойының ережесін сақтауға тырысқанымен, көп өтпей өзара қырқысып, тіптен бір-бірімен соғысып, қырық пышақ болды.
жошылықтар таққа таласты, үміткерді дұрыс таңдамай жеңіліп қалды. Бірақ өз империясымен орталық биліктен оқшаулана алды. Сол себепті 13 ғасырдың 60 жылдарынан бастап Алтын Орданы толықтай егеменді империя дей аламыз. Монғолдар қазақ даласын жайылымдық жерлерінің көп болғаны себепті империяның ең шұрайлы бөлігі деп санаған. Бірақ кез келген басқа ұлт өкілі бұл өлкені құнарсыз әрі кедей аймақ деп айта алатын. Соған қарамастан жойылудың алдын алып, ұлыстың тұрақтылығын сақтап қалған ұлыс осы жошы ұлысы болып шықты. Өйткені ұлық ханың басқа балалар мен немерелеріне тиісті ұлдардың барлығы дерлік 14 ғасырдың ортасына қарай толықтай ыдырап кетті. Ал жошы ұлысы дәл осы кезеңде өз өрлеуінің шыңына шықты. Мұндай тұрақтылық таңғаларлық дүние емес. Кедей әрі халық аз шоғырланған жошы ұлысында құдіретті ақсүйектер ежелден келе жатқан дәстүрлі әрі ықпалды бюрократия болмады. Сондықтан аймақтағы ең бай әрі күшті адамдар тек хандар болды. Бірақ уақыт өткен сайын хан тұқымының саны өсіп, жергілікті ақсүйектердің ықпалы нығайып, 14 ғасырдың екінші жартысында жошы ұлысында бітпейтін өзара тартыстар мен төңкерістер кезеңі орнады. Ішкі алауыздықтардың кесірінен әбден әлсіреген Алтын Орда 14 ғасырдағы Әмір Темірдің 1405 соққысына төтеп бере алмай, 15 ғасырда толықтай ыдырап тынды. Оның орнына жаңа, шағын хандықтар бой көтерді. Оның ішінде Қазақ хандығы да бар. 1465 жыл. 14 ғасырда Алтын Орда империясы гүлденген шақта халқының саны 15 миллион адамға дейін жетті деген дерек бар. Бұл кез келген еуропалық мемлекеттен көп көрсеткіш. Бірақ Моңғол империясы секілді, мұнда да халық тығыздығы өте төмен болды. Ал кең далаға тарыдай шашылған бір-бірінен шалғай қоныс тепкен дала халқы болса, интенсивті шаруашылықты місе тұтты. Және ең бастысы, билеушінің әскери күшінің алдында мүлде дәрменсіз болды. Оның үстіне дала билеушісі қол астындағы халыққа тәуелді болмады. Өйткені ол кірісінің басым бөлігін жорықтардан немесе салықтан алып отырды. Алайда Алтын Ордадағы деспотизм туралы асыра сілтеушіліктің қажеті жоқ. Мұндағы биліктің құрығы қысқа болды. Батыспен салыстырсақ, ондағы билік қамал салып, әрбір ауыл аймақты, монастыр немесе қаланы оңай бақылауында ұстаған. Ал хан сарайын тым шалғайда орналасты. Соған байланысты дала халқы өзін толықтай еркін адам сезінсе керек. Сондықтан дала адамының егер билік аяқ асты ғайыптан пайда болып, көк аспан мен күннің бетін көлегейліп қалар зұлымдығын танытса, бас сауғалай алар мүмкіндігі де болмады. Жошы ұлысына көшіп, қоныстанған монғолдар саны көп емес. Тарихшылар 4000 монғол әскері туралы дерек келтіреді. Түркі халықтарының арасына келген олар әскери жорықтары үшін жергілікті тайпа өкілдерін жинады да, 100 жылдықтың ішінде олармен толықтай сіңісіп кетті. 14 ғасырдың ортасына қарай жошы ұлысындағы ресми құжатнама монғол тілінен түркі тіліне ауысады. Жошылықтардың билігі жалпы алғанда Шыңғыс ханның құдіретті беделінен тамыр тартты. Көне сенім бойынша ұлық ханның ұрпағы алтын ұрықтың өкілдері құдіретті күш саналған. Көк тәңірі мен жердің қамқорлығына ие болған. Моңғол дәстүрі бойынша ел әскер ретінде қарастырылып, сарбаз санына қарай әскери өлкелерге бөлінген. Аталған өлкелер өз кезегінде әскерді төмен 10.000 сарбаз, маңдық, жүздік пен ондықтарға бөлуге міндеттелген. Моңғолдық мыңдықтар көптеген көне этностар, тайпалар мен дала әлеуеттері араласып кеткен үлкен қазандыққа айналды. Осылайша жошының жүздіктерін, мыңдықтарын және төмендіктерін өзінің ата-бабасы санаған жаңа тайпалар мен рулар пайда болды. Оларды күн нұрынан туған Шыңғыс хан ұрпақтарының алдында бас иіп, бағынғаны ғана біріктірді. Осы ру тайпалық құрылымға сүйене отырып, жошылықтар Алтын Орда тарағаннан кейін де өз билігін сақтап қалды. Ол қазақ даласында 19 ғасырға дейін жалғасты. Дала халқының арасында Шыңғыс хан тарих оқулығындағы жай ғана кейіпкер емес, киелі әруақ ретінде дәріптелді. Хан кеңесі басшылары Беклербек деп аталған 4 қараша бектен тұрды. Олар әскери министр мен бас штабтың қызметін атқарды. Дегенмен басқарудағы қиындықтардың пайда болуына байланысты, ұлыс ішінде басқа бір әкімшілік пирамида қалыптаса бастады. Монғолдардың жетістігі көбіне көп соғыстағы ерлігіне байланысты. Дегенмен олардың саяси кемеңгерлігін ұмытпаған жөн. Әкімшілік тәжірибесі болмаса да, олар жаулап алған халықтардың мемлекеттік құрылымын жылдам іс жүзінде қолдана бастады. Ұлысқа қарасты Хорезмнен шыққан талантты тұлғалар жошы ұрпағы билігінің тірегіне айналды. Солардың ықпалымен ұлыс астанасы Сарай қаласында уәзір мен дуян, яғни премьер-министр мен үкімет пайда болды.
Беклербек пен Қарашабектен айырмасы, уәзір мен дуян бейбіт істермен және империяның отырықшыл өңірімен айналысқан. Жаулаушы халық мұнда дәстүрлі көшпелі өмір салтын сақтап қалды. Орданың батысында да және шығысында да хан әулеті жазда солтүстікке қарай жайлауға, ал қыста оңтүстіктегі қыстауға көшіп отырды. Ордалықтар дүниелерін әрқайсысын 22 өгіз тартқан арбаға жегіп отырған. Мұндай арбаның осі кеме желкенінің алдыңғы құрылымына қатты ұқсайды. Тұрмыстық заттар мен қымбат бұйымдарды олар арнайы сандықтарға салып, сандықты түйелерге теңдеп, беріп бекіткен. Бақуатты моңғолдың дүниесі сандық артқан 100 немесе 200 түйеге дейін жететін. Тек Бату ханның өзінде күтуші қыздарға арналған кіші киіз үйлерді ескермегенде, әрқайсына үлкен үйден бөлінген 26 әйелі болған. Аталған әйелдердің әр үйіне түрлі қымбат заттар салынған. Әр түрлі сандықтар артылған 200 түйеден қосыңыз. Мұндай керуеннің шетіне көз жетпесі анық. Олыс өркендеуінің шегіне жеткен заманда Өзбек ханның көшін өз көзімен көрген Ибн Баттут аталған оқиғаны біз тұрғындармен бірге жылжыған үлкен қаланы көрдік. Ол қалада мешіт те, базар да, мұржасынан түтін будақтаған асхана да бар. Олар аттар сүйреген арба үстіндегі киіз үйде. Жолда жүріп бара жатып та ас пісіре береді. Аталған көш межелі орынға жеткенде киіз үйді арбадан түсіріп жерге тігеді. Өйткені олардың үйлері өте жеңіл. Мешіттер мен дүңгіршіктерін де осылай алып жүре алады, деп сипаттаған. Сондай-ақ отырықшы қалаларсыз үлкен мемлекет құру мүмкін емес еді. Археологтардың дерегі бойынша Жошы ұлысында бас аяғы 110 қала болған көрінеді. Империяның астанасы ең басты қаласы саналған. Бастапқыда Бату қазіргі Татарстан жерінде орналасқан. Еділ бұлғарлары жаулап алған болгардың бұрынғы астанасына тұрақтаса, кейінірек 1254 жылы Еділдің төменгі сағасындағы Сарай Батуға қарай жылжыды. Сарай Батудың әрмен қарайға тағдырына қатысты тарихшылар арасында бір ізді пікір жоқ. Кейбір тарихшылар Батудың немере інісі Берке хан 1256-1266 империя астанасын Сарай Әл-Махрусқа Құдай сақтаған сарай немесе жай ғана Сарай Беркеге ауыстырды десе, кейбірі жаңа сарайларды қосып, бұрынғы астананы сақтап қалды деп санайды. Тарихшылардың тұжырымдауынша, аталған қала Астрахан облысындағы Селитренная қалашығының орнында тұрған. Сарай аз уақыттың ішінде Азия мен Еуропадағы ең үлкен мегаполиске айналып, Константинополь мен Парижден де ауқымды болған деседі. Тарихшылардың есебі бойынша қала халқының саны шамамен 100 мыңға дейін жеткен. Ибн Батут сарайды тегіс жерде бой көтерген іші адамға толған, ауқымына көз жетпейтін, көркі таңдай қақтырарлық базарлар мен кең көшелері бар қала деп сипаттаған. Соған қарағанда, қаланың ауқымы саяхатшыны шын мәнінде таңдандырған тәрізді. Өйткені Ибн Батут күн шыққанда қаланың бір шетінен екінші шетіне қарай аттанып, түске қарай бірақ жеткенін бүгі шүгесіне дейін баян еткен. Намазын оқып болған соң, кері жолға шыққанда, үйіне күн батқанда бірақ келген. Ибн Батут қалада қатар тізілген үйлер көп. Мұнда бос жатқан жер, бірде-бір бау-бақша жоқ деп тамсана сипаттаған. Оған бау-бақшалар неге жақпай қалғаны белгісіз. Ол қаладан бас аяға 13 мешітті көрген және көптеген этностық топтарды, моңғолдарды, астарды, қыпшақтарды, шеркестерді, орыстарды, византиялықтарды кезіктірген. Сондай-ақ сарайда кем дегенде бір христиан храмы болғаны анық. Ибн Баттуттың дерегі бойынша хан сарайы алтын баш деп аталған. Сарайдың алтынмен қапталған күмбезі көптеген мешіт мұнаралары мен шіркеудің күмбезімен көз тартарлық сұлу көрінгені анық. Моңғол шапқыншылығы қаншалықты қанды болғанымен, олар сауда жолдарының қауіпсіздігіне аса мән берген. 13 ғасырдан бастап жошылықтар Италиялық Генуя республикасының маңызды серіктесіне айналды. Көшпелі дала мен қалалық Италияның хандар мен демократияның осы бір оғаш көрінген альянсы кейінгі орта ғасырдағы Евразиялық экономиканың өзегіне айналды. 13 ғасырдың 60 жылдары Сирия, Шығыс Иран мен Орталық Азия жерінде Моңғол империясының ұлыстары, сондай-ақ елхан мен мәмлүктердің Мысыр империясы арасында үздіксіз соғыстар жүріп жатты. Аталған соғыстардың кесірінен сауда жолдарының бағытында өзгертуге тура келді. Осылайша ғасырлар бойы Қытай мен Үндістаннан бастау алып, Самарқан мен Бұқара арқылы Сирияның портты қалаларына жеткізілген қымбат жібек пен дәмдеуіштерді Еуропаға жеткізетін жібек жолы жабылды.
Осы оқиғалармен қатар, жер орта теңізінің шығыс бөлігін толықтай бақылауда ұстаған құдіретті теңіз державасы саналған Венецияда үлкен мәселелерге тап болды. Венеция Византиямен теке тіресіп, қазіргі тілмен айтқанда санкцияларға жүгініп кек алмаққа бекінді. Ең қатаң жаза сириялық порттар үшін балама жол болған. Қара теңізде сауда жасауға тыйым салынуы болды. Аталған нарықта византиялық Венецияның көнеден бері келе жатқан бәсекелесі басқа теңіз республикасы Генуяға берді. Осы тұста екі шетте қалған мемлекет жошылықтар мен Генуя ортақ тіл тапты. Осылайша жібек жолының жаңа жолы қалыптасты. Керуендер парсы жерлері арқылы жерорта теңізіне, ал солтүстікке қарай Жошы ұлысының жерлерімен отырардан Сырдария өзенінің бойындағы қалаларға, сосын Хорезм, Маңғыстау, Маңғышлақ, төменгі Еділ мен Қара теңіз порттарына жетті. Босфор мен Дарданелланы басып өткен соң, жүк әрмен қарай батыс Еуропаға қарай жөнелтіледі. 1266 жылы генуялықтар Қырымға өздерінің Кафа заманауи Феодосия деп аталатын колониясын тұрғызды. Көп өтпей, бұл қала жошылықтардың тәжіндегі ең сәнді жауһарға айналды. Каффаның өркендеп тұрған шағында, олар кіші және үлкен кемелерді қосқанда, саны 200-ге жетіп жығылған әскери және жүк кемелерін көрген. Бұл тіпті қазіргі өлшеммен қарағанда да өте көп. Дегенмен венециялықтар қол қусырып қарап отырмаған және 1319 жылы өзбек хан оларға бәлкім генуэзиялықтар есіріп кетпесін деген есеппен Тана қаласынан заманауи Азов өздерінің факториясын ашуға мүмкіндік берген. Жошылықтармен саудада тізгінді қолдан бермеу үшін Венеция мен Генуя арасындағы соғыс жалғаса түсті. Хандар кеден бажы мен салықтардан түскен кіріс есебінен қисапсыз байлыққа кенелді. Осының арқасында ордада транзиттік саудаға негізделген тұтастай экономикалық жаңа сала пайда болды. Ол жібек жолының жаңа маршрутының бойына салынған керуен сарай желілерінен бастап бай көпестердің корпорациясына дейін қамтыды. Империя халықаралық нарыққа жүн, былғары, бидай, тұз, жылқы, түйені, ал орталық азиялық иеліктерден жібек, қамқа және мақта маталар, қымбат асыл тастар, бояуларды тасымалдады. Әлбетте экспорттың ең басты тауары құлдар болды. Азия мен Еуропаны қосатын сауда жолының парсы жерінен түркі жеріне, яғни Алтын Ордаға қарай ойысуы, түркі тілінің халықаралық аренада жетістікке жету жолында шешуші фактор болғаны анық. Осылайша Азия тарихында парсылардың орнына түркілер келіп, бұл үрдіс османдықтардың арқасында жаңа дәуірде де жалғасын тапты.